Биыл Құрбан айт мейрамы мамыр айының 27-сі мен 29-шы аралығына сәйкес келіп отыр. Құзырлы орган өкілдері құрбандық арнайы орындарда шалынуы керегін ескертеді. Облысымыздағы құрбандық шалынатын арнайы орындарды көріп, құрбандық шалу талаптары мен мал базардағы бағаларды біліп қайтқан әріптесім Бағжан Бақыт әңгімелейді. Құрбан айт қарсаңында Жетісу облысы бойынша құлшылық рәсімін атқару үшін 17 арнайы алаң бекітілді. Соның бірі Талдықорған қаласының 3-ші бөлімшесінде орналасқан. Биылда санитарлық талаптар мен тазалық мәселесі алдыңғы орында. Тұрғындар малды кез келген жерде емес, тек арнайы бекітілген орындарда ғана соя алады. Дін өкілдері құрбандыққа тек қой, ешкі және сиыр малын ғана таңдауды ескертеді. Ал қазақ халқы қадірлейтін жылқы түлігін құрбандыққа шалуға шариғатта рұқсат жоқ, дейді наиб имам. Құрбандық малын шалынудағы негізгі мақсаты, яғни жағдай жоқ, қиналып жүрген адамдар осы уақыттарда ет сұрап келеді. Осы құрбандықты сол адамдарға ет үлестіру. Сол үшін де құрбандық шалып жатқан адамдар сол құрбандықтың етін мүмкіншілігінше үлестіруге әрекет жасау керек. 3 бөлікке бөлу дұрыс деп саналады. Бір бөлігін өзінде алып қала алады, бір бөлігін жаңағы мұқтаж адамдарға таратады, енді бір бөлігін өзінің жақын адамдарына берсе болады. Таң сәріден базарға ағылған халықтың қарасы қалың. Сауда орындарында құрбандыққа шалынатын ұсақ малдың бастапқы құны 70 мың теңгеден басталса, ең ірілері 150-200 мыңға дейін барады. Сатып алушылардың айтуынша, биыл баға былтырмен салыстырғанда айтарлықтай өскен. Мына тоқтының бағасы 80 мен 100 мыңның арасында, жалпы салмағы 20 келі. Дәл қазір Құрбан айт мерекесіне қарсы қазақи қой мен мериностың жалпы сұранысы өте артып тұр. Наиб имамның айтуынша, малды құрбандыққа шалу халықтың бәріне бірдей міндетті емес. Ислам қағидаларына сәйкес, бұл амал тек дәулеті шамамен 85 грамм алтынның немесе 595 грамм күмістің құнына жететін жандарға ғана парыз. Ал бұл мөлшерде қаражаты жоқ, жағдайы төмен отбасылар үшін құрбандық шалмау күнә болып саналмайды. Ең бастысы ниеттің тазалығы. Қымбатшылық, міне 2 жылға 2024-тен міне 2 жылдың арасында 2 есеге қымбаттап кетті мал. Жұма базарға келдік, Құрбан айтқа қой алғалы. Көңілімізден шықпайды, баға өте жоғары әзір. Құрбан айт мерекесіне мал алғалы келгенбіз ғой. Келсе енді осы малдың бағасы енді ойлағандай болмай жатыр. Өте жоғары. Айта кетейік, биылда отандастарымыз үшін құрбан шалу рәсімін қашықтан орындау мүмкіндігі қарастырылған. Ниет білдірушілер арнайы ресми діни платформалар арқылы онлайн түрде тапсырыс бере алады. Бағжан Бақыт, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.